Сәлем достар, бүгін біз Binomo платформасында сауда жасаймыз. Бүгін біз скальпинг стратегиясын қолданамыз. Скальпинг деген ол сызық үстіне қатты көтерілгенде асты қашамыз, немесе керісінше. Және бұл жерде мен зона поддержка және зона сопротивления сызамын. Зона сопротивления қалай сызуға болады, оны қазір түсіндіремін. Так, міне астыңғы сызықтарын өйтіп көзбен сызып аламыз. Олар бір сызықта тұру керек. Өйтіп көзбен сызсаңыздар да болады. Если сол бұл поддержка болып саналады, если сызық сол сызыққа тисе, қызыл сызыққа, онда үстіге деп ашамыз. Бұл жерде тек күту ғана керек. Енді зона сопротивления ол тура астыңғы сызық сияқты бір неге сызыққа барып асты қайтып кету керек. Оны да бүйтіп сызып аласыздар. Если тура сол сызыққа барса, асты ашуға болады. Біз осы жерде уже ақша табатын боламыз. Так, енді мына жерде бізде пробитие болған. Пробитие деген ол болып тұрады. Бұл жерде пробитие болған жағдайда ары қарай сделка ашпай қою керек. Мына жерден уже сызықты пробитие етіп ары қарай кеткен. Бұл жерде ары қарай жалғастыру керегі жоқ. Мына жерде үстіге көтеріп, астыға сразу түсіп кеткен. Уже ары қарай сделканы жалғастыруға керек жоқ. Тек біз осы жерлерде ақша табатын боламыз. Так, енді мен өзім сделка ашамын қазір. Қазір мен үстіге деп ашамын. Үстіге ашқан себебі мына жерде сопротивление и поддержка әдемі тұр. Сопротивление и поддержка. Бұл жерде екі поддержка. Егер сызық астыға кетіп қалған жағдайда тағы бір рет үстіге ашуға болады. Бірақ мына жерде әдемі. Сделка плюсқа жабылады. Поддержка, мен осындай сызықтар сызып аламыз. Сделка плюсқа кетті. Енді тағы бір сделка ашып көрейін қазір. Мына жерде ашудың керегі жоқ. Мына жерде де ашудың керегі жоқ. Eurocard, так. Мына жерде вообще ашудың керегі жоқ. Бұл жерде жоқ вообще. Бізде VIP канал бар. Егер кіргілеріңіз келсе, Telegram немесе WhatsAppқа жазыңыздар. VIP каналда күнде сигнал береміз. Мына жерде ашудың сделка керегі жоқ, өйткені поддержка дұрыс емес. Бұл жерде астыға кетеді. Пробитие алып. Так, аудикатта ол мына жерде үстіге ашуға болады, өйткені тағы да бір рет поддержкаға тиді. Енді үстіге ашамыз. Жаңағы плюс болған жерден тағы бір рет аштық қой. Бұл сделкадан плюсқа кетеді. Өйткені поддержкасы әдемі болып тұр.
және де плюс осылай ақша